Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен самсаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. 250 грамм суға 1 шай қасық тұзды қосып араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қаттырақ болады. Илеп алған қамырымызды 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз қаттырақ болғандықтан 15 минуттан кейін бір рет илеп жіберіп, қайтадан қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз бір-біріне бірігіп, жұмсақ болып жайған кезде өте ыңғайлы болады. Осылай жарты сағат тынған қамырымыз жаюға дайын болады. Енді жая береміз. Барынша жұқа етіп жайыңыздар. Көрініп тұрса, міне жұқалық осындай болу керек. Енді еріген сармаймызды қамырға бір жер қалдырмастан жақсылап жағып шығамыз. Осылай кисточканың көмегімен жақсаңыздар да болады, болмаса қолдарыңызбен де жайып жағып шығуға болады. Майды қамырымыздың барлық жеріне жағып алдық. Енді осылай шетінен бастап орайтын боламыз. Енді осы оралған қамырымызды целлофан кигізіп, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, осылай таразыға салып 30 граммнан бөліп алыңыздар. Барлығын өлшеп бөліп алғаннан кейін, осы видеода көріп отырғандарыңыздай алақандарыңызбен басып, осындай дөңгелек формаға келтіресіздер. Қамыр жарты сағат холодильникте тұрған уақытта салмасын дайындап аламыз. Ол үшін фарш және картошка мен пиязды турап, дәміне қарай тұз бұрыш қосасыздар. Енді самсамызды түйуге кірісеміз. Ол үшін жаңағы бөліп алған бөліктерімізді кішкентай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, дәл видеода көрсетіп отырғандай жасап шықсаңыздар болады. Шет-шеттерін жақсылап басыңыздар, содан кейін қолмен ішке қарай иректеп, осылай өрнек сияқтылып жасайсыздар. Болғаннан кейін осылай противенге тізіп, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Сосын бетіне мен қара күнжіттің дәнін сеуіп шықтым. 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз осындай болып пісіп шығады. Өте керемет, дәмді, қатпарлы, үгітіліп тұратын болып піседі. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Ұнаса менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазір біреуін ортасынан бөліп көрсететін боламын жақыннан. Енді қатпарлар үгітіліп, дәмі деген керемет болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.